Сабан, көмір және бұршақ ертегісі. Баяғыда бір әбден қаусап, қартайған өлмелі кемпір болыпты. Ол 80-нің үстіне шықса керек. Бір күні кемпір бақшаға барып, бір табақ бұршақ жинап алады да, қайнатпақшы болады. Қайнатып, қорек етейін деп ойлайды. Пешке от жағып, маздап кетін деп оттыққа бір уыс сабан тастайды. Сонан соң барып, шөгенге бұршақ сала берген еді. Оқиға осы арадан басталды. Бұршақты шөгенге салып жатқанда, бір бұршақ еденге ұшып түседі. Ұшып түсіп, сабанның жанына жантая кетеді. Сол арада бір көмір ұшып кеп түседі. Сабан: «Құрметті достар, қайдан келдіңдер?» дейді. «Мен пештен шықтым», дейді көмір. «Өйтпегенде мен құритын едім, жанып шашылып қалатын едім». Ал бұршақ: «Мен түскенім, менің де бақытым болды. Өйтпегенде басқа туысқандарым сияқты, мен де қайнап ботқа айналатын едім», дейді. Сонда сабан тұрып: «Пешке түспей, мұнда жатқаныма мен де мәзбін», дейді. «Енді не істейміз?» деп сұрайды көмір. «Меніңше», дейді бұршақ, «былай етсек деймін. Жүріңдер, саяхат жасайық». «Сөйтейік», дейді көмір мен сабан. Сөйтіп бұршақ, сабан және көмір үшеуі сапар шегеді. Көп жер жүріп, бір кішкентай бұлақтың жағасына келеді. Бұлақ кіп-кішкентай таспадай екен. Бір көпір жоқ болған соң, өту қиынға соғады. Не істеу керек? Сабан ойлап, былай дейді. «Біз былай кетейік. Мен бұлақтың үстін кесе көлденең жатайын, сендер көпірден өткенде менің үстімнен жүріп өтіп кетіңдер». Үшеу солай етеді. Сабан бұлақтың үстіне көлденең жатып, оның үстінен ең алдымен көмір жүгіре жөнеледі. Кәдімгі көмірдің үстінен өткенде кетіп барады. Орта жолға жеткенде құлағын түріп еді, төменде су сылдыр етеді. Шошып кетіп, тоқтай қалады. «Судан қорқам», деп айтады. Айғайлап тұрғанда астындағы сабан көмірден тұтанып, екіге бөлініп, бұлаққа түсіп кетеді. Көмір де оның соңында суға күмп береді. «Батып барам, құтқарыңдар!» деп біраз шыңғырады да, судың түбіне батып кетеді. Ал бұршақ сақ екен, жағада тұрып қалады. Жағада тұрып, көмір мен сабанды мазақтап, ал келіп күлсін ол. Күле-күле күлкіден жарылып та кетеді. Халі мүшкіл болатын еді. Бақытына орай, бұлақ жағасында бір қаңғыбас тігінші отырса керек. Тігінші инеге жіпті сабақтап жіберіп, жалма-жан екіге бөлінген бұршақты біріктіріп, көктеп қояды. Тігіншінің ақ жібі болмаған соң, қара жіппен көктеген болатын. Содан бері бұршақ біткеннің ортан белінде қара тігіз қалып қойса керек деседі.